көке. Ала ұл өсірген жақтар ұлын мақтайды, қыз өсірген жақ қызын мақтайды өзі. Құдалық деген нәрсе өзі байқауымша қыз бен баланы мақтайтын жер өзі. Сондықтан Құдай қаласа, иә, сондай мақтан тұтатын ұрпағымыз бар екен, оған шүкіршілік жасаймыз. Ұрпақпен мың жасаңыздар. Қазақ айтады ғой, ұлтыңды сақтаймын десең, қызыңды тәрбиеле дейді. Руыңды сақтаймын десең, ұлыңды тәрбиеле дейді. Міне Аяжан қарындасымыз шетелде оқып жатыр. Әкенің айтқан ақылын тыңдап, өзгеге емес, шетелге емес, өзіміздің қаймағы қосылмаған қаймана қазақ, сіздер де елдің төріне Алла қаласы алтын босағасын аттап, келін болып баратқанына біз қуанамыз. Міне, ұлттың анасы, ұлттың келіні болайын деп қызымыз. Сондықтан осындай қыз өсірген, осындай қызды тәрбиелеген ата-анасына мың рахмет. Әйтпесем, жасыратын несі бар ағайын, көріп жатырмыз ғой, бір қазекеңдердің французбен де, үндіспен де құда болып жатыр. Ол құдалықта мен сөйлеп тұрам, бір переводчик аударып тұрады жерде. Өз құдалықтың екі түрі болады екен ата. Бірінші құдалық зор құдалық екен. Ол өзің тікелей сөйлесе алатын құдаң болса, ол енді зор құдалық екен да. Ортаңда переводчик тұратын құдалық, ол қор құдалық екен. Сондықтан мынау зор құдалыққа ие болып жатсыздар, Құдай қаласа қуаныштарыңыз құтты болсын. Ал енді Алмас көке әлбет атындағы жоқ па? Бір апамыз алманың дәнегін қапқа салып тұрып сатып жатыр екен. Сөйтсе дәнекті көрген бір жас жігіт өтіп барып сұрайды да, апау, бұл дәнек не үшін керек деп. Сөйтсе апам айтыпты, осы дәнектің үшеуін жесең басыңа мигрет деген ғой. Ойбай ма? Қанша теңгеден десе 100 теңгеден деп алды. Қалтасын қараса 500 теңгесі бар екен. 500 теңгенің 300 теңгесіне апамның дәнегін сатып алады ғой. Жеп алады. Ештеңе өзгермейді. Ары тұрып, бері тұрып, ештеңе сезбеген соң әлгі жігіт апама барып тағы айтып жатыр дейді. Апа, сіз жаңа 3 дәнегіңді жегенде басыңа мигрет демедіңіз, ми түгіл самал жел өтпеді ғой деп отыр. Сөйтсе апам айтты, шырағым онда тағы бір екеуін жеп көрсейші деп жатыр. Қалған 200 теңгесі тағы екеуін жеп алады, 500 теңгеге 5 дәнекті жеп алған жігіт дым сезбегеннен кейін апама барып бар өкпесін айтып жатыр. Апа, сіз мені алдапсыз ғой. 5 дәнекті жегенде мигрет демедіңіз, ми түгіл самал жел өтпеді, сол сіздің 5 дәнегіңізді депті. Бақандай 500 теңгеге сатып алғанша, сол 500 теңгемен депті. Базарға барып, 2 килограмм алма алып, үйдегі әйел бала шағаммен жегенім жақсы еді ғой десе, апам айтқан екен, о, мен еңгені кіре бастады. Сондықтан бүгінгі қуаныштың қызығы алда, енді ғана басталып жатыр. Қазақ айтады ғой, жылды кісілескенше, адам сөйлескенше дейді. Құдай қаласа ағынан ақтарылып, әдемі көңіл күймен отырыңыздар, сіздердің құрметтеріңізге сергек тобы әзірлеп берейін деп отыр. Ал, достар атынан қабыл алыңыздар. Енді құрметті ағайын, жақсылыққа келіп отқанның барлығы сол балалардың махаббатының арқасы ғой. Сол махаббаттар мықты болсын деп енді махаббат жайында бір ән шырқайық деп отырмыз. Қабыл алыңыздар. Бүгінгі кеш, бүгінгі қадам мықты болсын ағайын.